қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Sunlight Show. Звонок бар ғой. Айшхан қайда? Мынау кім? Келесі ғой. Бәріне сәлем, мен Леви, Қызылорда қаласында туылдым. Lion Pride'қа өзімнің күшімді сынауға және арманыма жету үшін келдім. Бала кезімде спортпен айналысқанмын, ауыр атлетикаға қатыстым, но одновременно любил и музыку, и танцы. Шала қазақша айтайын, мне так удобней мысли свои изложить вам. Помню, как в детстве стоял у компьютера и танцевал, разбирал танцы. Уақыт өте Алматыға келдім, жаңа өмір басталды. Бірінші ойым биге қатысамын деген болды. Этот процесс меня очень захватывал, и он мне так понравился, что я сразу понял, это мое. Уақыт өте биде жақсы нәтижеге жетіп, хореограф болдым. Үлкен сахналарда биші ретінде жұмыс істедім. Үлкен сахнада тұрғанда артистерге қарап, солардың орында болғым келетін. Міне сол үшін мен мұндамын, Lion Pride Entertainment'та өзімнің арманыма жету үшін келдім. Прикиньте, он в туалет в куртке пошел. Сәлем. Сәлем. Леви. 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 Я тебя где-то видел. Я тебя тоже. Мен оны танимын. Біздер қай жерде кездескенімізді әлі есіме түсіре алмадым, бірақ танимын оған. Ты тоже с Алматы? Да, Ты тоже тренер, да? получается, да. Алматыдан келген болып тұрсың ғой, да? Отыр онда шашар. Привет. Вы специально делаете вид, да, что камеру не видите? А что, так можно было, что ли? Ну, получается, да. Я-то пошел вещи разложу. Бір сериядан бастап. Леви бірінші келген кезде қысылып тұрды деймін. Бірден әшітханаға кіріп кетті. Сосын келіп амандасып, жақсы жігіт сияқты былай. Бірақ біздің съемканы құртты деп айтсам. Біздің съемканың бәрін айтты. Содан бастап камерамен жұмыс істей бастадық. Леви үйге кіргенде қызық болды, түсінбей қалдық. Леви үйге кірді де бірден жүгіріп кетті. Біз бәріміз ойланып қалдық, не болып қалды деп. Бірақ кейіннен келіп бізбен амандасып, танысты, өте жақсы бала екен, көңілді, ашық. Леви жайлы айтатын болсам, біртүрлі болды негізінде. Есікті аша салып, үйге кіре салып, привет, туалетке кетіп қалып бірден. Кейінде кішкене сөйлестік, әңгімелестік, мен жерлесім екен, жақсы бала. Жігіттер өте ашық адамдар екен, мені өте жақсы күтіп алды. Здесь свободно? Да, босс. Тогда я буду с тобой, окей? Хорошо. Шкаф босс. Жарайды. Мне кажется, он вот-вот лопнет. Это учитывая то, что я взял всего половину своего гардероба. В общем, как-то так. Это все твои вещи? О, обзор на мой чемодан. Я взял свои любимые курточки. Big Bang. Моя любимая Касуха. Можно кику снимал? Вот. В общем, взял с собой даже пиджак. Это моя любимая пижама. Ладно. Окей, дальше. Я очень обожаю рубашки. Вот моя любимая. Она как у Ви из BTS, кто знает. Также вторая. В общем, как-то так.
Так, всем привет, ребята. Сейчас буду звать всех на хореографию. Пацаны, на хореографию. Сменку не забудьте. Жігіттер, хореографияға. Сменку ұмытпаңдар, а? Так, я всех позвал. Одену куртку сейчас. Вау! Я потанцевать люблю. Вроде бы немного умею. Сейчас посмотрим. Я не прям такой ас. Көреміз қалай билейтінімізді көп болып просто беремейміз. Ждем вас в зале. Мен аға. Кет. Вау! 풀지 못한 숙제 높은 벽 앞에 쓰러지던 작고 약한 바람 소리가 뒤엉켜 폭풍처럼 몰아치는 소리를 들어봐 깨고 부딪혀야 해 우릴 볼 수 있도록 크게 소리쳐야 해 멀리 번져가도록 Когда мы пришли на танцы, я оценил возможности ребят. Все очень потенциальные, но есть над чем работать. Жалпы би залына бардық, кім қалай билейтінін көрдім. Леви күшті билейткен, Сай күшті билейткен, мен күшті билейткен деп орташа елеймін. Былай қалған жігіттің дәрежесі бір сияқты. Біз би залына барғанда бәріміз разминка жасап, денемізді қыздырып жатқан кезде өлең қойып қалды. Сөйтіп Леви білетін би екен, мен де білем. Леви бірге қосылып бір билеген болатынбыз, жақсы шықты деп ойлаймын. Хореография жайлы айтатын болсам, аса қатты
шыға бермейді менде. Бірақ тырысып жатырмын барымша, қолымнан келгенше талпынып, күшім жұмсап болады деген ойдамын. Шынына келгенде маған билемегенге көп болды. Бүгін би туралы айтқанда кішкене барғым да келген жоқ шынына келгенде. Амал жоқтан бардық, биледік, кішкене тағы да тырмысу керек екен көп. Левидің биін көрдім, вообще капец классно, честно. Ұнады, и одан үйренетініміз бар биден. Давайте, пока сәбізді не істейтір. Тура айтыр. Біз бүгін палау істейміз. Да, палау. Кезінде мама үйде осындай палау жасайтын еді. Бірақ та кейбір ресторандарда плов жегенде осындай сәбіздер болады, сары сәбіздер. Сонда түсінбейтін едім, но қандай сорт деп оказывается. Самый секрет узбекского палава вот это. Сегодня с вами Леви и Тачи. Да. It could be 10, but then again I can't remember half an hour since I got to the phone. Throw your clothes a second set, it's for us, and you leave me with my jaw on the floor. Hey. Just when you think you're in control, just when you think you got a hold, just when you get on a roll. Следующий участник нашей группы – Мартоп. Морковь, похожая на картоп. Here it goes, here it goes, here it goes again. Oh, here it goes again. I should've known, should've known, should've known again. But here it goes again. Oh, here it goes again. Съемка ойында отыр. Съемка ойында отыр. Выйди! Прервал съемку. Эй, там, смотри, хорошо, съемка түсінде отыр қыздар. Ё-моё, мен дұрыстап кетен анын. Starts out easy, something simple, something sleazy, something inching past the edge of reserve. Now through the lines of the cheap Venetian blinds, your car is moving up on the curve. Пацаны, приятного аппетита. Рахмет, Аспос келеміз. Вот это наш клуб, Аспос. Here it goes, here it goes, here it goes again. Oh, here it goes again. I should've known, should've known, should've known again. But here it goes again. Плов жеп түнімен ұйықтаймын ішінде. Негізінде сұрапа тамақты қалағым, бірақ палау жасады. Күтпеген жерден палау болды, күшті болды, өте дәмді, қолдарыңды өткізмесін, Тачи, Леви. Леви мен Тачи екеуі күшті тамақ жасады, дәмді болып шықты, қолдарына бал тамған екен. Біз қазір Маркпен распевка жасаймыз. Қараңыздар. Енді распевка күшті жасайын деп айта алмаймын. Колледжде үйренгендеріміз өте ағайлардан рахмет. Сол сіздер көріп отырса рахмет сіздерге. Колледжде үйренген. Кет. Дауысты сұлықты ашатын распевка бар. Мен бір көрсетемін. Дыхание алсақ келесің сен. Жалпы жігіттермен распевка жасадым. Жаман емес, жақсы. Әлі күніге распевка жасаймыз. Одан да күшті боламыз. Күнге күшейеміз. Дами береміз. Біз мықты боламыз. О, пижамаң әдемі ғой. Пижама әдемі екен. Пижама әдемі екен деймін. Рахмет. Берші маған. О, AirPods па? Айфонский. Айфон ұстайсың да. Не көрейін деп отырсың?
YouTube істемейді да. Басқасы неге істейді? Инстаграмда. YouTube күніге кешке істемей қалады. 9 жашынан. 9 шықпай жатыр. Бірші мен, көрейінші. Я понимаю, реалити, не реалити, брат. Реалити түсінбей ақ қойыңдар, ше? Блин, это же вообще... Сосын реалити түсінемін де реалити ол, бірақ шлей олайына қатты кетудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Душта адам душқа түсіп жатқан кезде кім түсіреді? Кішкене сол жұмыс жасаңдар. Қамжыңыздарда айтайық, қалыстама. Алыстама. Алыстама. Сөзін жатқа білмеймін. Как аккорд қалай? Брат, ты подпадешь, да? Да. Екі скоренько болады. Все, дайын ба, бана? Қапақ салайын. Сенің мәнді көздер еркелеп бір көлген жаныма қуат беріп сүйем деген сөздер Сенсіз мынау өмірде жалғыздыққа төзем бе Тұмандан арсуланар мұңға толар көңілде Сенсіз қараңғы күннің ызғарлы салқын түннің сөзсіз қалар айдыным сенсіз жаным Сезім суып шыққандар жасқа толар жас жанар бар қызығы өмірдің арман болып тұрғалы Сен ғана керек екенсің тыныш өмір сүруге Мойындағы жүрек соңы уақыт келді түсінуге Өмірді қиын демеймін, қиын айтылмасын сезім Қысылып жүрек бастады ақтарып бүкіл өтпесін неліктен Кішкене нәрсеге алыстаймыз Мен оны қаламаймын суып кетсе де арамыз Өкпелі шығарсың, я сүйгесін тиді саған Дұрыс шешім екеумізге бәрін басынан бастаған Алыстама жанымнан менің алыстама Алыстама жанымнан менің алыстама Тым алыстама тым ғарыштарға Тым алыстама тым ғарыштарға Yeah!